Сәлем достар, бүгін мясной пирог, яғни етті бәліш пирогын дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Өте дәмді, сондай тойымды болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ендеше бастайық. Қамыр өте оңай дайындалады. Барлығын бір мискеге алып қоса салсаңыз болғаны. Бірінші ұнымызға тұзды, соданы, суды және сұйық майды қосып, жақсылап қамыр ететін боламыз. Целлофанға салып, холодильникке жібереміз. Енді ішіне начинкасын дайындайтын боламыз. Начинкасына керекті ингредиенттер ол жуа, фарш, асқабақ және де картоп болып табылады. Және де татымына қарай тұз бен бұрышты да қосуды ұмытпаңыз. Бірінші осы жуамызды кубиктап, барлығын осы көкөністердің барлығын кубиктап, кубик пішінде етіп турайтын боламыз. Барлық туралған ингредиенттерді және де фаршты осы мискеге салып қосамыз. Бұл пирог асқабақпен өте дәмді, сондай сочный болып шығады. Сондықтан да асқабақ қоссаңыздар, өте жақсы болады. Өте дәмді болып, одан сайын жұмсақ болып бола түседі. Менде бір үлкен картошка болғандықтан мен біреуін алдым. Сізде екі кішкентай картошка болса, онда сол екеуін ала бересіз. Татымына қарай тұз және де бұрыш саламыз. Сіз қызыл бұрыш, басқа да орегано сияқты дәмдеуштерді салам десеңіз, өзіңіздің қалауыңызша болады. Енді жақсылап қолмен біркелкі етіп араластырамыз. Енді манағы тоңазытқыштан шығарылған қамырды екіге бөліп, екеуін де жұқа қылып жаятын боламыз. Форманы ешқандай маймен жақпаймыз, себебі қамырдың құрамында май болғандықтан ол асты жабыспайды. Менің формамның диаметрі 26 см, сондықтан да мен сол формамның сәйкестігіне қарай солай қалыңдықта жаятын боламын. Енді осы бірінші жайылған қамырымызды формаға орналастырамыз. Оның бортиктарын және де түбін жасайтын боламыз. Енді манағы дайындалған начинкамызды салып, бетін қасықпен басып шығамыз. Манағы екінші қамырды алып, оны жұқа қылып жаямыз және де бетіне орналастырамыз. Видеода көрсетілгендей түйіп шығамыз. Ішіне ауа барып толықтай пісуі үшін тесік жасайтын боламыз. Пирогтың дәл ортасынан пышақпен кесіп, осылай қолымызбен ашып, үлкендеу тесік жасаймыз. Осы тесіктен ауа өтіп, іші толықтай пісетін болады.
жұмыртқаның сарысын алып пирогымызға жағып духовкаға жібереміз. Духовкаға 180 градус 1 сағаттай пісіріп аламыз. Мінекей біздің өте дәмді, сондай тойымды пирогымыз дайын. Енді оны суытамыз, немесе ыстықта жей беруге де болады. Қалай жесеңіз де өте дәмді шығады. Міне енді кескендегі көрінісі. Мен ыстықтай кесіп жатырмын. Ыстықтай өте дәмді, сондай жұмсақ, күшті пирог шығады. Барлығы піскен, қамыры да, ішіндегі начинкалары да өте күшті, сондай тойымды пирог. Достар, каналға тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Қоңыраушаны да басуды ұмытпаңыздар.